Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Мінекей біздер Армян елінің Ереван қаласына да келдік. Көріп отқаныңыздай машина базар. Кеше 6-шы күні, 7-ші күні барлығын көрдік. Бүгін сіздерге солардың барлығын бағаларын көрсетіп шығатын боламыз. Кеттік ендеше. Так, достар, негізі бұл Армения Ереван қаласына көбіне Америка және Жапония, Германия елдерінен келеді, Европадан. Және өзінің ішінде жүрілген көліктер бар. Соның ішінде ең жақсысы кузов, тағы мотор, салон, идеальный состояниедегі тек қана жапондықтар болады екен, жапондықтар. Олардың тек қана бір проблемасы жаңағындай. Ауыстырылған рөлі оң жақтан сол жаққа лақтырылған. Тек қана сол минус демесеңіз, қалғаны өте жақсы жағдайда. Ал Америкадан келетіндер өздеріңіз білесіздер, соғылып келеді. Көрсетіп шығамыз барлығын. Бірақ енді соғылғанмен жасайды, әдемілеп тұрып Грузияда. Осы жерге алып келіп сатады. Так, одан кейін Германиядан келетіндер. Қазір оларды көрсетіп шығамыз. Зафира, Астра, Вектора, келген Опельдер, механикамен соларды көрсетіп шығатын боламыз. Бағалары қанша? Негізі ең арзандары сол Тиана, Тида, Вектора, жаңағындай Астра және жаңа Тида, Тианалар. Осы арзан көліктер, осыларды ғана ала аласыздар. Мерседестер бар, енді Мерседестерде қатты жағдай жақсы емес болатын. Жаңа 320-лықтар алып келіп жүр ғой, қазақтар. Олардың жағдайы енді көрдік, барлығы сырланған, шпаклевка, ішінде тазасын тапсаңыз қымбат, ол ондай ақшаға тұрмайды. Сондықтан тек қана вариант жапондықтан келген көліктерді ғана ала аласыздар. Ең арзан көліктер. Және жаңа Германиядан келген Зафира мен Астраларды аласыз ғой. Ендеше көрейік. 2-2 Зафира $4700. Автомат. Көккүмбек, түсі көккүмбек. Это 88 оригинальный пробег. 88 мың? Из Швейцарии привез. Швейцариядан келген. А это сколько стоит? Это тоже 4700. 1.8. Это 1.8. Какой год? Третий, оба третий. 2003 жылғы. Автомат. Зафиралар. Тиана ма? Қанша? Автомат. Рулі бері қарай лақтырылған. Сколько просит? 5,2. $5200. Максимум. Максимумнан зет ма? Қай жылғы? 15 теңге. Сколько? Я 9 продам. Это тоже сколько? Неше дейді мынаның бағасы? $9000. $9000. 2015 жылғы $9000. Автомат. Ой, қыстырылып жатыр қолымда. $2500. Механика. Қай жылғы жылын сұрашы? А это сколько стоит? 10 тысяч. 27 мың пробег жүрген. $10,000 автомат.
негізгі осындай ешкілер $8,000. 7,000 $7,000, 6,5 7,000. Мына Тиана неше деп тұр? $4,800. 4,800. Қай жылғы мыналар? 2005 жылғы Тианалар. 6,000. Болады ғой бағалары. Toyota Corolla 2012 жылғы $6,500 дейді. Автомат коробка. Автомат коробка. Таза негізі. Сырты тап-таза. $6,500 12 жылғы Corollалар. Ал мына 45-тікті 10 жылғы 2,5 литр $9,500. Көк свет. Бағалары осындай шамамен. Негізі Camry'лер қымбат өте. Camry'лер қымбат. $9,500. Neki Tower Camry 50-лік 12 жылғы. Капот ауыстырылған, алдыңғы және артқы бампер сырланған. $10,600 дейді. Неке аппақ артқы бампер көрініп тұр ғой, сырланған. $10,600. Неке салон. Комплектация жақсы. Toyota Camry 50-лік қазақтардың жақсы көретін. 2012 жылғы 3,5 литр $13,000 жектер. Бампер сырланған негізі, артқа алдыңғы. Зазорларын қараңыздар міне. Сырланған көрініп тұр. Мына хал туралы сияқты болып тұр мынау. Қазақтар Camry жақсы көреді дегенге тек шулдатып әкеліп жасай береді. Мына жерлерін қараңыздар. Осыны $13,000 дейді. Не 50-лік жігіттер 2012 жылғы 2,5 мотормен $11,000 көрдіңіздер ғой. Баға қымбат. Состояние енді нормально. Қазақты толып жүрген қазақтар дейсің ғой. Сүрінсең қазаққа сүрінесің. Toyotаға сүрінесің. Қазаққа сүрінесің. Сол. Тида. $5,000 full комплектация. 1.8 объем. Автомат. Перекидка. Көрдіңіздер ғой, перекидка. А? Эта машина поэтому столько и просит. Если была он нехороший, мы бы подешево продали бы. Вот недавно сказали. Мы бы подешево продали бы и ушли бы. Вот недавно был коллег. Говорит, вот столько. Я говорю, нет. Вот хочешь пропасть, если вот такую машину будет, пожалуйста. А 50-ка сколько просит? Что? Авалон? Авалон, да? Да. Какого года? Это 13-го года. Фу, 13-го года Авалон. Не битая, только передний бампер. Но 20 можно тысяч. поговорить, да? Авалон салонын көрейік. Авалон $20,000 дейді. $4,000. Механика екен бұл. Механический коробка. $4,000. Мотосалон.
Тиана. Қай жылғы? 2006 жылғы Тиана. Перекидка тоже. Неше сұрап отыр? 4700 доллар. 4600. В общем, түседі ғой. 2006 жылғы ма? Не бита, не краша. Заводская все. Что там сделали, да? Тианалар. 2006 жылғы. Перекидке жасалған. Моторын көрейік. 2006 жылғы ма Тихан? А? 2006 жылғы. Вакуум айнап тұр. Дым көрінбейді онда. Вакуум анаяқта тұрады. Сонда анаяқтан басылама тоғымыз? Жоқ, вакуум аударған бәрін. Рексі де нормально, вакуум да бәрін нормально. Мольтик. Ашылмаған сияқты. Мынаны қайту заводской екен, жаңағы жалтырап бәрін. Шында 2006 жылғы нормально негізінде. Брат, вообще работы нету. Только масло менять и все. Хорошая, да, машина? Нормальная. Перекидка нормальная. Машина никогда битый не было. Крашеных мест нету. Так, bundan жерде кішкене мынандай трещиналар бар екен. Масло нормальное. Для вашей безопасности надо вам. Так, осындай жігіттер мінекей 152 мың километр жүрген. Да, нормально работает, проблем нету. Мотор бәрі жақсы, ешқандай проблема жоқ дейді. Ручниктері аяқпен басылады екен. Осылай. Могу завести, послушать звук. Давай завись. V6 да? Все холодное. V6. 2.3 объем. Nissan Tiida 2009 жылғы 4 аяқ тебетін мынау 5200 доллар. Автомат коробка. 1.6 объем. Мынау 5000 долларға берем дейді. Full комплектация 2011 жылғы мынау. Миллион только. Ақ цвет. Nissan Tiidалардың бағалары. Как вверху, так и внизу. Все новый, все, автомат, все. Перекидка да? Перекидка оригинализация. Мынау Япониядан келетін болғасын, оң жағында келеді рульдері. Сондықтан бұларды обязательно сол жаққа лақтырады біздерге жүру үшін. 11 жылғы Tiida. Не бита, не краша, ничего. Мынау мінекей 4 аяқ тебетін 4 вода 5200 дейді. Бұда да свет жақсы екен. Комбинированный салон. Tiidалардың да бағалары осылай екен. Это квадрат, знаешь? Nissan Tiida. Nissan Tiida. Какой год? 2008 жылғы 4700 доллар дейді. Перекидка тоже. Привезена откуда? Откуда привезли? Автомат.
Налево как-то. Подожди, посмотри там. Вакуум, все нормально, да? Да, да, перекидаем. вакуум, все нормально, там закрыто. Рейка Верса стоит. Верстовский. Заводской Верса. Ранжированный орында таза жуылған мотор. Два камера, два. 1.6 ол бұлар, а? Это сколько просит? Nissan Odyssey, ну. Nissan Elgrand. Сколько просите? А? 7500. 7500? Какой год? 2005. Полный привод. Полный привод. Вот здесь просто фотографировали. Полный привод, 3.5 мотор. Полный привод, 3.5 мотор. Фулл комплектация. Автомат. Перекиданный, да? Два лука, Перекидки жасалған. два мониторы, два кондиционеры. Двухзонный кондиционер, да? Кожаный салон. Нет, это Эльгрант. Nissan Эльгрант. 2006 год. Велисон. Простой салон. он не отличается? Мотосалон. Называется. Автомат коробка тоже перекиданная. Называется. 6700. Ну, салон похож. 8,5 мың доллар. Идеальное состояние. 13 жылғы. Бір қазақ жігіт қарап жүр, алғысы келіп. Opel Vectra міне 2001 жылғы. Сұрақ бар қанша? Почем? 2700. Сколько? 2700. 2700, 2700 доллар. Механика, да? Да. Велюр салон. Opel Astra. 99 жылғы. Мынаның қайсысы жақсы? 1.6-сы ма? 2-сі ма? Мына 1.6 дейді. 1.8 дейді. 3000, да? 3000 доллар. 99 жылғы Vectra. Оформление зеленый дайте. Opel Astra 1.6, простой мотор, кондиционер. Механика. Механика. Қазір бағасын сұраймыз. Это сколько? Почем это? 3000 стоит. Это тоже 3000 долларов. 3000 Вот долларов. это тоже такой, видишь? Это сняли, да, мы сняли. А почему снимаете его? Зачем снимаете его? Это проверили лампочки. Лампочка сгорел, Проверили, поставили на место. Сейчас поставили. Opel Zafira механика. Бұның бағасы шығу деймін 2004 жылғы. 1.6. Негізі 2-де 2-сі жақсы болады дейін еді осыны. Zafira че? Сколько просите?
2200? 4200. 4200, 4200 доллар. Зафираға дейін қымбаттап кеткен ғой. Сколько просите? 6700. Фуга. Неше дейді? 6700. Фуга. 6700. Фуга. Nissan Fuga. Руль автоматический, да. 6600. Здесь. Здесь перекидали. Nissan Fuga. Правый руль не пускает здесь, друг. Сюда не пускают. До сих пор после... Праворульный. Правый руль это давно, если бы есть. Объем какой? Назад пустились последний раз. Объем какой? 3,5. 3,5 литр. 2007 жылы. Перекидка идеально сделана, друг. BMW колонка. BMW тройка 2000 жылғы. Екілік объем. 4600 доллар. Полный тонировка была. Механика екен ғой. Иә. 4600 доллар 2000 жылғы тройка BMW екілік объем. Меха кіреген фурик. Ешкі неше сұрап тұр екен? Екі мың бесінші жылғы 2,4 80 мың километр. $7300. Mazda 5 дейді. 2008 жылғы. 2,3 100 мың жүрген $5900. Автомат коробка, перекидка емес, өзі оң жағында, сол жағындағы руль. Mazda 5-тер осындай сұрап тұр. 4400 мына тиді. Аксис. Нешінші жылғы мынау жазылмаған. Тиді $4400. Мына ақ Альфард 2009 жылғы. Шамамен $17,000 сұрайды, бұл жазбаған екен. Мінекей достар, мынаяқта рестайлинг Альфард тұр. 3 объем. Жазбай кеткен. Шамамен негізі Альфардтар 8000, 9000. Енді жаңағындай жылы тазаларды қымбат айтады. Мынаяқта да бір Альфардтар тұр, міне. 2006 жылғы 2,4. Мынаның бағасы $7800. Мынау $8000. Шамамен 8-7,5 сондай. Мына жерде міне ешкі тұр екен. Сешкі. Бұл сешкілер 2000 жылғы дейді. 122 мың километр жүрген. Бұның бағасы $4000. Мұна фургон тұр. Семейный. Мынандайлар тұр, бұлар ешкімге керек емес шығар. Ассаламағалейкум достар, қазақстандықтар.
Бізде бұйырса конкурс 2 көлікті ойнататын боламыз. Тағы да басқа да көптеген жүлделер болады. Ақшалай жүлделер, автомагнитола деген сияқты авточехолдар. Ұтысқа қатысып, бағыңызды сынап көріңіз. Мүмкін сіздікі болып қалуы мүмкін. 100%-қа әділ өтеді. Өзім жеке өткізетін болам. Осы нөмірге соғып, WhatsApp-қа жазып, толық ақпаратты біле аласыз. Instagram парақшаға, осы YouTube каналға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Видео шыққан кезде дәл сағатын, уақытын айтатын боламыз. Жалпы уақыты 15 қазан деп отырмыз. Сол кезде анықтайтын боламыз жеңімпазды. Ақшаның бір бөлігі, достар, қайырымдылық қорға кететін болады. Яғни сіздер бұл конкурсқа қатысып, әрі жақсылық жасайсыз. Баршаңызға сәттілік. Aldı meni sıkılap, ertengi gün құпия. Salınba sen vayımға, Алматыда қалдың ба? Жоспарыңды құрып ал, достарыңды жиып